Достар, біздің каналға қош келдіңіздер. Қоңырауға қол қойып, өткізбеу үшін қоңырауды басыңыз. Ли Куан Ю. Сингапур тарихы. Ли Куан Ю сингапурлық саясаткер. Сингапур республикасының ең алғашқы премьер-министрі. Бұл адамның есімімен қала мемлекет Сингапурдың тарихи қалыптасуы, құрылуы, дамуы тікелей байланысты. Сингапур республикасы 40 жылдың ішінде халықаралық саясат, экономикасының қарқынды дамуымен бүкіл әлем мойындаған оңтүстік-шығыс Азиядағы алып шаһарға айналды. Бұл кітап саяси қызметкердің ғұмырнамасы ғана емес. Жетістікке қалай жету, бүкіл халықты қалай мойындату деген сияқты көкейкесті ойларға толық жауап беретін, ақыл-кеңеске толы даналықты насихаттайтын кітап. Үй салуды, кітап жазуды үйрететін кітаптар бар екенін білемін дейді автор. Бірақ маған әр түрлі, әр елден келген халықтың, соның ішінде Қытай, британдық үндіден, Нидерландық ост үндіден келген иммигранттардан бір ұлт жасау, немесе сауда жәнінде бүкіл экономикалық рельден айырылған кездегі қала халқының тіршілік етуін қамтамасыз етуді үйрететін оқулық көрмеппін. Біз 1963 жылы қыркүйекте Малайзия Федерациясына қосылғанбыз. Сингапур мен федерация арасында басында саяси келіспеушіліктер болған. Сөйтіп бұл жағдайлар 1965 жылы 9 тамызда федералды үкімет федерация құрамынан шығуымызды талап етуіне әкелді. Бұл бізді тәуелсіз мемлекет етіп таныс емес жолмен жүруді мәжбүр қылды. Көптеген ауыр қиыншылықтарды бастан кешіріп, адам төзгісіз жағдайда өмір сүрдік. Сингапур жасанды құрылыс үлгісі еді. Ағылшындардың сауда негізінде салған, біртіндеп бүкіл әлемдік теңіз саудасына шығатын пункті болатын. Ол құлағаннан улағаннан кейін, біз материксіз аралды, денесіз жүректі мирасқа алдық. Тәуелсіздікті алған күні ақ баспасөз қызметкерлері бір ауыздан безді тері елікке балады. Менің қынжылған кенілімді одан бетер түсірумен болды. Бар автор бізді Рим империясының құлауымен де теңестірді. Олардың қауіп-қатерін түсінумен болдым. Алайда менің қызметім дейді автор, халқыма терек болып, жүректеріне сенім ұялату еді. Менің бірнеше тығыз шаруаларым болатын. Біріншіден, Сингапурдың тәуелсіздігін, бұғына мүше екендігін бүкіл әлемге мойындату. Ол үшін сыртқы істер министрі ретінде ете қабілетті, ақылды Синатамби Раджаратаманы қойдым. Екіншіден, мемлекеттің қорғанысын ұйымдастыру. Бізде мүлдем әскер жоқ еді. 2 батальонымыз малайлық бригадалық генерал қармағында еді. Аз уақыт аралығында қандай болмасын қарулы күштерді қалай ұйымдастыруға болады. Куала-Лумпурдағы малайлық экстремистердің кез келген бөлігін тойтара алатын жағдайда болу керек еді. Сингапурдағы малайлықтарды бізге айдап салу арқылы безді және біздің тәуелсіздігімізді жоқ қылып жіберетін қауіп төніп тұрды. Малайзия Сингапурды қол астынан мүлде шығарғысы келмеді. Осы мәселені шешу барысында тағы бір тығыз шаруа тұрды, ол қоғамдық тәртіпті сақтау. Егер біздегі малайлық тұрғындар бөлік шығарса, онда малайлықтардан тұратын полицияның ниеттері басқа арнаға бұрылып кетпесіне ешкім кепіл бола алмайды. Сонымен қатар, 2 батальонымызда малайлықтардан құралған еді. Үшінші, ең ауыр мәселелердің бәрі экономика, халықты қалай немен асыраймыз. Индонезия бізге қатысты конфронтация жағдайында еді, ол деген сауданың тоқырауына барды. Малайзия болса, тек өзінің борты арқылы тікелей сауда жасауға кірісті. Бір кездері Ұлыбританияның басқаруы арқылы келген тәуелсіз Сингапур енді қалай өмір сүрмек. Онсыз да 14 көрсетіп тұрған жұмыссыздық деңгейін көбейтіп алмау, британдық басқарудың шарттарынсыз, қалай өзге жолмен еңбек ету. Шектелген мүмкіндіктерімізді пайдаланып, мықты, әр түрлі жағдайға бейімделгіш адамдар болу үшін, сапалы және арзан тауарлар шығарып, барлық көршілерімізді басып озу үшін теп еңбек пен күш жұмсау керек едік. Басқалардан ерекшелену міндеті тұрды. 1968 жылы біз Израиль модернизациядан кейін жеңілдікпен сатқан жеңіл француз АМХ-13 танктерін сатып алуды шештік. 1969 жылы маусым айында Сингапурге 30, сосын тағы қыркүйекте 42 танк жеткізілді. Үндістанның премьер-министрі Лал Бахадур Шастри мен Египеттің президенті Насерге 5 батальон құруға көмектесетін кеңесші керектігі туралы жазылған хат жібердім. Екеуі де тек Сингапурдың тәуелсіздігін мойындап хат жазып жіберді. Әскери көмек туралы еш жауап болмады.
Ең қатты жүрегіме тигені Насыр, менің досымның маған тіл қатпағаны. Тез арада әскер жинау үшін адамдардың рухын, көңіл күйін көтеру керек болды. Ата-аналар балаларының аскер немесе полициялық қызметке қабілеттері бар жоғын білу үшін ұлттық және полицейлік кадет корпусын ұйымдастырдық. Адамдар әскерлерге өздерін қорғайтын қорғаншылар ретінде келіп, сыйлайтын дәрежеге жеткізгіміз келген. Сөйтіп Кен Сви израильдықтар кемегімен топ құрып, қарулы күштерді ұйымдастыруға кірісті. Ол полиция қызметкерлерін, байланыс құралдарын, басқаларын да пайдаланды. Сингапур тәуелсіздігінің бірінші жылын, яғни 1966 жылы 9 тамызда, халықтың рухын көтеру мақсатында құрылған қарулы күштермен мерекелік марш ұйымдастырдық. 1971 жылы біздің қарулы күштер қатарында 17 кадрлық батальондар, 16 мың әскери қызметкер және 14 резервшілер батальоны, 11 әскери қызметкер болды. 1959 жылы біз билікке келгеннен бастап жұмыссыздық мәселесімен соқтығысу жағдайында болдық. Үкімет мүшелерінің барлығы тарих алу үшін индустриализация жүргізу керектігін білді. Адамдарды жұмыспен қамтамасыз ететін кез келген идеяны іске асырдық. Алкогольсіз сусын шығаратын бір кәсіпкер аспаздарды, даяршыларды, қызметшілерді, жинап тазалаушыларды, гидтер, жүргізушілерді, сувенир ендірушілерді жұмыспен қамтамасыз ететін туризмді дамытуды айтқан болатын. Біз туризмді дамыту жөнінде агенттік құрып, оның өкілі ретінде кино кәсіпкер Ран Шоуды тағайындадық. Ол қалай сауда жасауды және шет елдік қонақтарды қалай қызықтыруды жақсы білетін адам еді. Ішкі нарығымыз кішкентай болғанына қарамастан, біздің халқымыздың саны 2 миллионнан астам болатын. Сингапурда шығарылатын автокөліктер, тоңазытқыштар, кондиционерлер, теледидар және магнитофондарды протекционистік шаралармен қорғауға кірістік. Оған қоса, суық май, косметика, москиттерді аулайтын тор, шашқа арналған крем, дәретхана қағазы, тіпті нафталин шарын өндіретін кішігірім фабрикалардың бизнесмендерін де ынталандырдық. Тайвань және Гонконгтан инвесторларды тартып, ойыншықтар, тоқыма және дайын киімдерді өндіретін болды. Біздің алғашқы инвесторларымыз ағылшындықтар болатын. Британдық әскерлер Сингапурдан шығарылғаннан кейін, көптеген ағылшын компаниялары да кетіп қалды. Тек 70-ші жылдардың соңында Сингапур не нәрсеге қабілетті екенін көргенде, олар қайтадан оралып, осы жолы шикізат өңдеп, сауданы ұйымдастыру емес, жоғарғы технологиялық өнімдерді, мысалы дәрі шығару сияқты өндірісті қалыптастыру үшін келді. Біздің кемшіліктерімізді жою үшін екі жақты стратегияға жүгіндім. Біріншіден, бізге дейін Израиль жасағандай, біздің аймақтан тыс жерлерге шығу. Бұл ой маған 1962 жылы Сингапурға келген, бұл дамытуға арналған бағдарламаның экспертімен жүздесу барысында келді. Израильдіктар бізден ауыр қиыншылықтарды басынан кешіріп, елеп ескермеген көршілерін, яғни арабтарды басып озып, Америка және Еуропамен сауда-саттықпен айналысқан болатын. Сол сияқты біздің көршілеріміз де бізбен қарым-қатынасын үзгендіктен, Сингапур дамыған елдер Америка, Еуропа, Жапониямен сауда-саттық байланысын орнатып, олардың өндірушілерін Сингапурда кәсіпорын жасауға қызықтыру керек еді. Екіншіден, үшінші әлемде дамыған елдердегідей оазис жасау. Көршілес елдермен соғысумен болғандықтан Израиль жасай алмаған стратегия. Сингапур дамыған елдер сияқты жеке бас қауіпсіздігі, денсаулық сақтау, білім беру, телекоммуникация, транспорт, қызмет көрсету бойынша жоғарғы деңгейге жететін болса, онда біздің елде бизнеспен айналысатын инженерлер, кәсіпкерлер, менеджер және басқа да кәсіби мамандар үшін негізгі лагерге айналатын еді. Бірақ, бұл біздің халық оларға сай дәрежеде қызмет көрсетуі керек деген сөз. Менің ойымша, халыққа мектеп, кәсіподақ, қоғамдық орталықтар және ұйымдар арқылы басқаша тәрбие қалыптастырып, ой өрістерін дамытуға септігін тигізу мүмкін, қолдан келетін іс еді. Инвестицияны тартудағы басты рөлді үкімет алды. Инфраструктураны жақсарттық, өнеркәсіптің дамуына қаржылай көмек көрсеттік, салық және экспорттық жеңілдіктер ұсындық. Жеке кәсіпкерлікті дамытуға көмектесу үшін макроэкономикалық саясат жүргізіп, еңбек саласында жақсы қатынас орнату керек болды. Азиялық офшорлы доллар нарығында біздің жолымыз қарапайым басталды. Бұл нарық еуро-доллар нарығының аналогы болды. Біз оны азиаттық доллар деп атап кеттік. Алғашында бұл нарық өңірдегі елдерден банктерін несиелеу үшін шет ел банктерінің қорын тартып, Сингапурда қаржылық нарық операциясын жүргізді.
Кейіннен азиаттық доллар нарығы деноминацияланған шет ел валютасымен шет елдік валюталар, фьючерстер, опциондар, бағалы қағаздармен сауда жүргізді, синдикатталған кредит беріп, облигация шығарып және инвестициялық қарларды басқарды. 1997 жылы азиаттық доллар нарығында операцияның көлемі 500 миллион ақш долларынан асып түсті. Халықаралық сауда мен инвестиция Азия мен Сингапурды негізгі еңір ретінде жаулап, жаһандық сипат алғанына қарамастан, халықаралық қаржылық операция көлемі экспоненциалды өсті. 1968-1985 жылдар аралығында Сингапурдың еңірде бәсекелестері болмады. Біз халықаралық қаржы институттарының назарын резидент емес салымшылардың тапқан табысына салық салмау арқылы аудардық. Банктік резервтерді және нормативті етімділікті есептеу барысында азиаттық долларға деноминацияланған барлық депозиттер ескерілмеді. 90-шы жылдардың соңында Сингапур әлемдегі ең ірі қаржы орталығына айналды. Валюталық операция көлемі бойынша Сингапур, Лондон, Нью-Йорк және аз ғана Жапонияға жол береді. Сингапурдың жетістігі басқа елдердің де 80-ші жылдары өздерінің жеке қаржы орталықтарын дамытып, салыққа жеңілдік беруіне алып келді. Қаржылық орталықтың даму іргетасына заң қағидаттарын сақтау, тәуелсіз соттың болуы және жүйелі макроэкономикалық саясат жүргізетін тұрақты, құзырлы, әділ өкіметтің болуы. Осының нәтижесінде импорттың инфляциясы төмендеп, сингапурлық доллар тұрақты және мықты валюта болды. 70-80 жылдар аралығында сайлау науқанының уақытында, сайлау округтерінде жаппай митинг кезінде сөз сөйлейтінмін. Фуллертон скверінде түске 1-2-ге дейін қызметкерлермен жүздеу үшін сол жерде де сөз сөйлейтінмін. Кейде тропикалық нөсер жауатын, барлығы колшатыр астында мекеменің астына барып тұратын, алайда ешкім кетіп қалмайтын. Үсті басымның барлығы су болып кетсе де, сезімді тоқтамай жалғастырумен болдым. Қанша шылқылдап су болсам да, ешқашан суық тиіп ауырмаппын. Газет журналдарда жазылған сөздерге қарағанда теледидар арқылы айтылатын сөздер халыққа әсерін көбірек тигізеді. Сондықтан халық алдында сөз сөйлеу менің саяси мансабымның мықты жағы болатын. 70 жылдары дарынды, білімді адамдардың тапшылығы байқала бастады. Жыл сайын шамамен 5 жоғарғы білімді адамдар эмиграцияланатын болды. Кейбіреулері Сингапурда білімдеріне лайықты дәрежеде жетістікке жете алмаймыз десе, енді біреулері мансап сатысы тым баяу екенін айтып, қоныс аударып жатты. Дамып келе жатқан экономиканы білімді адамдармен қанағаттандыру үшін дарынды кәсіпкерлерді, білікті мамандарды, шығармашылықпен айналысатын адамдарды, жоғары квалификациялы жұмысшылардың талаптарын ынталандырып, оларды сақтап қалуға тырыстым. 1980 жылы 2 комитет құрдық. Біріншісі, оларды жұмыспен қамтамасыз етті. Екіншісі, олардың әлеуметтік мәселелерін шешті. 1959 жылы үкімет мемлекеттік тіл, малай тілі болады деп шешті. Біраз уақыттан кейін жұмысшылар тілі және халықаралық қатынастар тілі, ағылшын тілі болу керек екенін түсінді. Халықаралық қоғамдастықтың орталығы бола тұра, Сингапур, Малай, Қытай, тамил тілдері арқылы өмір сүре алмайтынын біліп, ағылшын тілінде мемлекеттік тілдер қатарына қостық. Көптеген жылдар бойы заңсыз далба дүкен сатушылардың және қарақшы таксилердің көзін құртқанмен де қаланы тазалай алмадық. Тек 1971 жылы жұмыс орындары көптеп аша бастаған кезімізде заң қабылдауға және көшелерді тазартуға мүмкіндігіміз пайда болды. Тамақ дайындайтын заңды далба дүкен сатушыларын, жол жағалауынан тротуардан канализациялы коллекторы, мусор еткізгіші және ағынды суы бар жабдықталған орталыққа ауыстырдық. 80-ші жылдың аяғында біз барлық далба дүкен сатушыларын осындай орталықтарға ауыстырдық. Олардың кейбіреуі керемет аспаз болғандарының арқасында біздің еліміздегі туристердің назарын аударатын болды. Ал біреулері жұмысқа Мерседеспен келіп, қызметкерлерді жалдайтын миллионерлерге айналды. Осындай адамдардың іскерлігі, қайраттылығы, дарыны Сингапурды жасап шығарды. Қарақшы таксилердің көзін құрту, альтернативті жұмыс орындарын және автобус қатынастарын қайта ұйымдастыру арқылы жүзеге асырылды. Қаланың қаншалықты ластанғанын анықтау үшін жасыл ағаштарға назар салу жеткілікті. Автокөліктерден, автобустардан, дизельді жүк машиналарынан шығатын көп мөлшердегі газ, есімдіктерді күйемен орап, соны олардың қурауына әкеледі. Содан мен қоршаған ортаны ластанудан қорғау бөлімшесін құрдым. Қызу автожолдарда автокөлік шығаратын күкірттің құрамын, түтіннің тығыздығын, шаңның концентрациясын өлшейтін бақылау жабдықтарын орнаттық.
1984 жылы үкімет қызметкерлеріне жалақыны телемнің электрондық жүйесі арқылы беру туралы шешім қабылдадым. Бұл полицияның бақылауы арқылы бір айда 2 рет қолма-қол ақшаның тасымалдауын керексіз етті. Кейін біз электронды төлемдерді салық және жиындарды төлеу кезінде де қолдана бастады. Әлемдік рейтингтік агенттіктер Сингапурдың заң жүйесін жоғары дәрежеде бағалады. 1997-1998 жылы Сингапур, ақш, Ұлыбритания, Жапония және басқа да мемлекеттерді басып озып, әлемнің мықты елдерінің ондығына кірді. 1995 жылдан бастап саяси және экономикалық тәуекелдікті бағалайтын Гонконгта орналасқан ұйым Азия елдерінің заң жүйесіне баға берген кезінде Сингапурға Азиядағы жоғарғы рейтингті тағайындайтын. 1987 жылы Сингапурға келіп кеткен Лондондық университеттің профессоры Х.Д. Исенг жеке бас қасиетін, мінез-құлықты, интеллектуалды даму коэффициентін тексеру үшін психологиялық тесттің керектігі дұрыс екендігін айтты. Мысал ретінде, Америкалық мұнай компаниясында 40 мың жұмысшыны психологиялық бақылаудан өткізген 40 психологтың жұмыс істейтінін негізге алды. Бізде маңызды қызметтерге арналған кандидаттарды психологиялық тесттен өткізетін психологтар жоқтың қасы еді. Сол кесімен әңгімелескеннен соң, Сингапурдың ұлттық университетінен керек қасиеттерге ие, әртүрлі қызметтерге тағайындалатын адамдардың мінез-құлқын зерттей алатын психологтарды көптеп дайындап шығару керектігін айттым. Билікке келген кезден сабақ ала бастадық. Әрқашан оқумен болдық, өйткені жағдай өзгеріп отырды, ал біз саясатты жағдайға бейімдеу керек еді. Менің бақытыма орай, үкімет қатарында бірнеше асқан-дарын иелері бар болды. Олардың ойлары әркез жаңа идеяға толы еді. Кен Сли, Раджа, Суи сен біз оқыған кітаптарды өзара айырбастайтын. Біз билікке келген кезде саясаттан туық хабарымыз жоқ болған, бірақ әркез абайлап, андап басып, кез келген идеяны ептілікпен енгіздік. Сингапурды коммунистік немесе нәсілге белінген қала ретінде емес, тіршілікке бейімделген қоғам ретінде қалыптастырдық. Мен қабілетті адамдарды іздеп, оларды министр және басқа лауазымды шенеуніктер ретінде қойып, халыққа шынайы жанашыр бола алады деген сенім болды. Жұмысшыларды өз жағымызда ұстап, сонымен бірге капиталмен, біліммен, басқару дағдыларымен белесетін және сыртқы саудаға шығаратын, яғни тіршілік етуімізді қамтамасыз ететін инвесторлардың жағдайын жақсылап жасау керек еді. Халық үмітін артқан бір топ ұйымшыл және биік мақсатты көздеген көшбасшылар қолдан келгеннен бәрін істеді. 1965 жылы 3 миллиард Сингапур доллары болған Сингапур 1997 жылы көрсеткіші 15 есеге өсіп 46 миллиардқа жетіп, әлемдік банктың есебі бойынша бүкіл әлемде жөң көрсеткіші бойынша 8-ші орынға шыға алатынына кім сенген. Шет елдіктермен қарым-қатынас жасау сингапурлықтарды көп нәрсеге үйретті. Біз дарынды студенттерімізді дамыған елдерге жібердік. Басында сол мемлекет тарапынан шәкіртақы бөлінген, кейін шәкіртақыны өзіміз беретін болдық. Көптеген шет елдегі көшбасшылардан сабақ алумен болдым. Қазіргі таңда Сингапур қарулы күштері оңтүстік-шығыс Азия мемлекеттерінің арасындағы ең озығы. Оған армия, теңіз флоты, әуе күштері кіреді. Ішкі өнімнің 4,9% әскерге жұмсалады. Әу баста Сингапур қарулы күштері Англия және Израиль мемлекеттерінің көмегі арқылы құрылады. Израиль қорғаныс күштері Сингапур қарулы күштерін жоқ жерден жаттықтырып, қаржыландырып, кемегін аямай аймақтағы ең дамыған әскери күштерінің біріне айналдырып жібереді. Біз оқу керекпіз, білім арқылы құралған лемнің бір бөлігіне айналу керекпіз. Жеңіліске тап болмау үшін бізді жетістікке апарған мына қағидаттарды ұстану керек. Ол қоғамдық келісім, ол барлығына бірдей мүмкіншілік беру, ол ең лайықты деген адамға лайықты жол нұсқау жүйесі. Соңғысы, үкіметті басқаратын адамдар үшін өте маңызды. Достар, аудио пішімде тыңдағыңыз келетін басқа кітаптарды жазыңыз. Лайкіңіз бен түсініктемелеріңіз үшін рахмет. Егер әлі жасамасаңыз, арнаға жазылуды ұмытпаңыз, сізге жақсылық тілейміз.